Қайырлы күн баршаңызға. Менің арнама қош келдіңіз. Арнама жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Көптен көп рахмет. Ақылды ене. Алғаш келін болып түскенде Ақсаусақ қаланың қызы едім. Алланың жазуы шығар, ауылдың қарадомалақ баласын жақсы көріп қалдым, деп бастады әңгімесін Жолсерік Клара апай. Ол орысша сөйлей алмайды, мен қазақша білмеймін, бірақ күйеуіме ессіз ғашықпын. Мен Алматыда өскен профессордың еркетотай жалғыз қызымын. Ол көп балалы жанұядан шыққан Қызылорданың қойшысының баласы. Жүзімнің сабағы секілді екеумізді байланыстырып тұрған тек сезімнің жібі ғана. Күйеуім 9 баланың үлкені. Алматыдағы Сықиді бітіргесін дипломымен бірге мені де ауылына алып қашты. Ала жаздай олар малдың қамымен жайлауда отырады екен. Құрқылтайдың жанұясындай үйлері 6 қанат үкімет берген киіз үйі. Мен келін болып түскенде кіші қайным 6 жасар ойын баласы. Атам сабырсыздау, ет жеңді қызба адам. Енем болса өте сабырлы, мінезі баязы, жер қозғалса қозғалмайтын ақылды, парасатты адам екен. Атам қой бағып кетеді. Қалған барлық жұмыс енем екеуміздің мойнымызда. Түске дейін ұйықтайтын қаланың қызына қоразбен бірге таңмен таласып тұрған несән, сиыр сауумен мен үшін трагедия. Менің не айтқанымды енем түсінбейді. Енемнің не айтып тұрған мен қақпаймын. Ыммен ұғысатын мұлқаулар ұқсап енем екеуміз қолымызбен сөйлесеміз. Қамыр жая алмаймын, сиыр сауа алмаймын, самаурынға шай қоя алмаймын. Атам шай құмар, қомағайлау адам. 2 күннің бірінде ет асамыз. Енем үйренсін деймекен, еттің қамырын маған жайғызады. Ененің жайған қамыры жұқа, менікі өте қалың шығады. Бірде менің жайған қамырымды шайнап жұтам деп атамның жағы қарысып өліп қала жаздады. Содан кейін алдындағы қамырын әйелінің алдына ысыратын болды. Қалың қамырды енем жақсы көреді екен деп, мен де алдымдағы қамырды сол кісінің алдына ысырам. Соның бәрін енем байғұс үнсіз жұтатын. Шешемнен көрмеген жақсылықты енемнен көрдім. Ол кісі өте ісмер адам еді. Әр істі санаңа салмақ салмай әуелі байыппен түсіндіретін. Қате жіберсең ашуланбайтын. Олқылығыңның орнын өзіңе толтыратын. Үйдің тазалығына, ыдыс-аяқтың тазалығына қатты көңіл бөлетін. Сырыңды ашпайтын, айыбыңды бетіңе баспайтын. Балам, астың тазалығы ыдысында, үйдің берекесі ырысында дейтін. Уақыт өте келе парасатты енемді анамнан артық жақсы көре бастадым. Енем шіркін мені бір жолда 5 саусағынан өнер тамған ісмер келін қылып шығарды. Мақалдатып сөйлегенде сөздің мәйегін тамызатын болдым. Біздің отбасының берекесі енем екен. Азық-түлік алуға 2 күнге қалаға кетсе, орны ойсырап қалатын. 9 ай 9 күн дегенде тұңғышымыз дүниеге келді. Баламыз 40-нан шыққанда анам жиеніне бесік әкелді. Унитаздан басқаға отырмайтын профессордың әйелі малды ауылдың тіршілігіне в шоке. «Доча, может, ажырасасың? Мына жерде өмір сүру невозможно», деп шешемнің әкеме еркелегенде ботадай көзін төбеге төңкеретіні бар еді. Маған қарап көзін бір төңкерді. Анамның ауылдағы 2 күні біз үшін толған хикая болды. Мамамды кене шаққан несән, аттан құлаған несән, сиыр сауам деп саусағын сындырып алған несән. Есім барда елімді табайын дедім екен, 2 күннен кейін қайнап тұрған шайға қарамай қалаға тайды. Анам оқыған адам, енем оқымаған. Оқымаса да енемнің пайым парасаты өте жоғары. Анам мен енемнің арасында аспан мен жердей айырмашылықты ішім сезеді. Енем ақылды парасаты мен бір әулетті ұршықша үйіріп отыр. Ал анам болса жалғыз келінін отырса опақ, тұрса сопақ қылып 4 баласымен ажырастырды. Сонан кейін ағамның өмірде жолы болмады. Берекелі отбасының тұтқасы ақылды, парасатты,
иманды ене екеніне енді көзім жетті балам. Әр бейсенбіде 7 шелпек пісіріп, енеме Құран бағыштаймын деп Клара апа әңгімесін аяқтады. Мақсат Сқақов.